Теміртаудан жалғыз өзіңіз, Қарағанды облысынан бір 2-3 бала болды ғой деймін осы санатқа кірген. Әкемнің де таңдауы және менің де таңдауым болды. Қанша айтқанмен бәрібір модернизация керек. Біздің заводтың өзі де 60-шы жылдары салынды, жаңылмасам. Өзім ойым сол металлургия саласында жаңа экология жағынан көмек бергім келеді. Қайырлы күн достар. Бүгін 24/7 медиа ақпарат алаңында қонақта Теміртау политехникалық колледжінің 4-ші курс студенті, болашақ металлург және осы биылғы жылы ұйымдастырылған Қазақстандағы топ 100 студент байқауының жеңімпазының бірі, Теміртаудан жалғыз өзіңіз ғой деймін, Айбар Жоланов келіп отыр. Енді Айбар, әңгімеміздің басын осы байқау туралы бастайықшы. Сізбен өткенде Астанаға барып келдіңіздер. Сол кезде топ болып бір шақырып бір әңгімелескен болатынбыз. Енді одан кейін осы қуанышты жаңалықты естіп жатырмыз. Теміртаудан жалғыз өзіңіз, Қарағанды облысынан бір 2-3 бала болды ғой деймін осы санатқа кірген. Бұл не байқау, кім ұйымдастырды, осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз? Бұл байқауды талап ұйымдастырған. Бұл байқау үздік студенттерге көрсетілген. Бұл басқа болашақ студенттерге үлгі болатындай мотивация беру үшін осындай ұйымдастырылған шара. Соның ішінен 2 этапта өтті осы топ 100 студенті. Ол халықаралық, сосын және облыстық. 2 неден өтті. Біз өзіміз ағайымызбен және өзіміз группаластармен көмек арқылы осы облыстан өттік. Ол жерде 69 студент қатысты. Соның ішінен 10 ғана алды Қарағанды облысынан. Теміртаудан бір өзім болдым кірген сол топ 100-ге. Сосын республикалық байқаудан өттік. Ол жерде 2600 студент қатысты, қателеспесем. Соның ішінен 100 студент іріктеп алды. Бұл жерде қалай сонда кез келген студент қатыса бере ме? Бұған әлде бір оқу үлгерімі, белсенділігі деген сияқты нәрселер есепке алынды ма? Кез келген студент қатыса алады. Бірақ ол жерде уже өзінің нелері болды. Критериялар. 2 минуттық видео түсіру керек. Өзің туралы, өзіңнің неңді, мамандығыңды және өзіңнің жетістіктеріңді көрсету. Және мотивациондық письмо. Ол жерде сен басқа студенттерге үлгі болатындай хат жазу керексің. Соның бәрін біз мен ағайыммен, Ерлан Құрмабишевпен соның бәрін дайындадық. Сөйтіп өтіп кеттік. Жалпы енді марапаттау салтанатын көрдік Астана қаласында. Одан кейін де өткенде облыс әкімімен кездестіңіздер. Жалпы білім саласында көңіліңіз тола ма осы? Бізде енді спортқа көп мән беріп кеттік қой. Спортшылар бір жерден жеңіп келсе, әйтеуір бәріміз шулап, енді расымен де еңбектері бар, бағаланып жатыр, ол қуанышты. Бірақ білім саласында жетістікке жеткендер көп жағдайда тасада қалып қоятын сияқты. Сіздің жағдайда қалай қарайсыз осыған? Енді сондай спорт және сондайларға көп қарайтынын білеміз. Бірақ қазір осы мамандықтарға көп бөлінетін болды. Осы мамандық жылы деп саналатын болды ғой. Жұмысшы мамандықтар жылы деп. Соған қарап бүкіл студенттерге қарайтын болды. Осындай шаралар қатысатын болдық. Біз ол кезде Астана қаласында фестивальға қатыстық. Ол жерде жұмысшы мамандықтар фестивалі болды. Сол жерде әрбір студентке және болашақ мамандықтарға, болашақ студенттерге өзіміздің немізді көрсете білдік та, мамандығымызды. Соған қарай мамандықтарға қазір аса жақсы қарайды деп ойлаймын. Енді жалпы бұйыртса диплом биыл аласыз. Одан кейін заводқа барасыз ба жұмыс істеуге, әлде әрі қарай осы ғылым, білім жолында жалғастырыңыз? Өз мамандығымды жалғастырғым келеді. Мақсатым сол. Жоғарғы білім алу, құдай берсе магистратураны бітіру, өз мамандығымда білікті болу, мықты болу. Сіздің мамандығыңыз енді металлургияның өзі бөлініп жатады ғой. Бізде тұтас комбинатымыз бар, Кальмет комбинат. Ол жерде кәдімгі топырақтан бастап, оны рудадан бөліп алу, конвертация жасау, шойын балқыту дейді, кейін жаңағы сталь, болат балқыту, одан кейін прокат шығару деген сияқты. Енді сіз осының қай жағына қарай бейімделгенсіз негізі оқу барысында? Бізде сол металлургия саласы бөлінеді өзі. Түсті металлургия, қара металлургия, тағы және басқа металлургия салаларына. Мен өзім енді қара металлургия саласына енгем, сол жерде оқимын. Қара металлургияда бізде өзі цехтарға бөлінеді. Доменный цех, конвертерный цех.
соның бәрін біз 4 жыл оқып соның бәрін білеміз. Теориядан ғана білесіздер ме, әлде практика жүзінде? Теория жағынан да, практика жағынан да бәрін білеміз. Бізде өйткені 2-ші курстан бастап уже практика өтеді. Зауыттан Иә, өтеді. 2 айлық практика, сол жерде бізде бәрін үйретеді, өзіміздің цехтарымызда, соның бәрін біз практикалар жағынан да, теория жағынан да бәрін білеміз. Енді сіз білім алып жатқан оқу орны биыл 70 жылдық мерейтойын атап өтті. Иә. Біз де мақала жазған болатынбыз осы туралы. Жалпы қазіргі уақытта жаңа технологиялар келіп жатыр дейді колледжге. Оның ішінде бұрынғы сияқты теориялық білімнің өзін кітаптан ғана емес, бір заманауи құрылғылардан алуға болады, құрылғылардан тексеріп көруге болады, заводқа бармай деген сияқты. Осы бағытта сіздер Астанаға соны алып бардыңыздар ғой деймін, жаңылмасам. Ол тренажерлық комплекстар өзіміздің цехтың аналогы. Сол арқылы біз Астанаға сол өзіміздің тренажерларымызды көрсете білдік. Ол жерде жаңа цехтың аналогы, конвертердің, доменный цехтың, агломерационный цехтың, солардың аналогтары. Тура сол, бірақ андай компьютерный игра сияқты болады да, іші. Бірақ ішінде бәрін үйретеді. Бүкіл пошагово орындалады. Бірінші жаңа стальды құю, стальды балқыту, соның бәрі пошагово орындалады. Ол жерде оценка бойынша көрінеді. Жақсы орындайтын болсаң 5 оценка, жаман орындайтын 2 болады оценка. Енді жалпы өзіңіз болашақ маманмын деп қалдыңыз ғой. Металлург боламын деп өзіңіз таңдадыңыз ба? Ол не себеп болды сіздің жалпы металлургияны таңдауға мамандық ретінде? Енді ол металлургия саласын таңдағаным ол көбінесе әкемнің да таңдауы, және менің де таңдауым болды. Өйткені өзім әкем металлургия саласында 33 жыл еңбек етеді. Сол әкем өзі как айтсам болады, типа металлургияны таңдауға көмектесті. Иә, бағыт-бағдар берді. Ол сонда ұрпақтар сабақтастық, иә? Сіз әкеңіз металлург, сіз сол жалғастыруға келе жатырсыз. Иә, жалғастыруға. Ол кісі қай саласында істейді металлургияның? Металлургияның фасовно-литейный цехта. Қазір жұмыс еңбек етіп келе жатыр. Сол жерде еңбек етеді. 30 жылдық тәжірибесі бар. Иә. Келді. Енді алдағы жоспарыңыз осы Теміртауда жалғастырасыз, бұйыртса Қарағанды индустриялық университетінде, иә? Енді кейін жарайды, жаңа магистратураңызды бітірдіңіз, одан кейін сол ғылым тұрғысынан мән бересіз ба металлургияға? Иә. Өзім ойым сол металлургия саласында жаңа экология жағынан көмек беруім келеді. Және қазіргі жаңа цехтар ашылу, сол жағынан білім беру, көмектесу жағынан сөйтіп көмектессем деп өзім ойым. Иә, өйткені қанша айтқанмен бәрібір модернизация керек. Біздің заводтың өзі де 60-шы жылдары салынды, жаңылмасам. Енді бүгінгі біздің проблема көтеріп жүрген дүниелеріміз жаңағы экология мәселесі болсын, цехтардың тозуы, бұның барлығы уақыттың еншісінде ғой. Енді осы 60-шы жылдардан бері қарай арада қаншама жылдар өтті. Енді сол заманауи технологиямен жабдықтау, осы заманға бейімдеу, бұл тұрғысынан бір мамандар керек, кәсіби. Оған енді әдебиеттер, жаңа білім жетілдіруге байланысты шетелдік немесе басқа зауыттармен байланыс бұл тұрғысынан қалай болып жатыр екен сіздерде? Білім беру тұрғысынан болсын. Енді завод жағынан мен әлі білмеймін, қандай нелер болып жатқанын, бірақ білім жағынан бізде қазір колледжімізде басқа шетел елдермен сотрудничество болып жатыр. Франция елінен ол кезде бізде сотрудничество болды. Осы металлургия саласынан бізде сұрақтар болды. Өзіңіз колледж оңай ма, және мамандығыңыз қиын ба деген сұрақтар болды. Сөйтіп Қытай елімен бізде қазір сотрудничество болып жатыр. Сол именно металлургия саласынан. Сондықтан өз колледжімде мен білім жағынан 100% білем, что қазір ұйымдасып жатқан басқа елдермен. Сол сұрақты мен де қояйыншы, колледжіңіз ұнайды ма өзіңізге? Әрине ұнайды. Өйткені өз колледжімде мен әр салаға қатысуға және білім жағынан өте үлкен көмек алдым. Жақсы, бәрекелді. Алдағы уақытта да осындай биік жетістіктерге жете бересіз деген сенімдеміз. Рахмет. Сізді қазір студент ретінде, үздік студент ретінде көретін болсақ, енді бір 5-6 жылдың ішінде жас ғалымдардың санатынан көреміз деген үміттеміз. Студияға келіп уақыт бөлгеніңізге көптен көп рахмет сізге. Рахмет сізге.